келе жеткен қазақтың ұлттық мерекесі Наурыз мерекесі құтты болсын. Осы Наурыз мерекесіне арналған менің үстімде ұлттық киіміміз бешпет. Сонымен қатарласа таққан мінекей әйелдердің сырғасы, білезігі, сақинасы, сонымен бірге мойынға таққан алқа. Мен осы мойнымдағы алқаны таныстырып өтетін болсақ, бұл біріншіден әдемілікті білдірсе, екіншіден тазалықты білдіреді. Өйткені себебі көбіне қазақ шеберлері зергерлік бұйымдарды күмістен жасаған. Себебі күміс бұл тазалықты білдіреді. Бұл бір жағынан әйелдерді тазалыққа, әдемілікке және күш-қуат беруге шақырады. Сонымен бірге бұл өздеріңіз көріп тұрғандай алқада мінекей өзіміздің ұлттық оюларымыз, қошқарымыз безендірілген. Наурыз мерекесі құтты болсын. Бұл менің үстімдегі мерекеге арнайы дайындалған әйел адамның сырт киімі бешпет деп аталады. Мұнда көрсетілген ою өрнектер гүл жапырақ деп аталады. Яғни бұл көктемнің нышаны, бұл көгеріңіз, гүлдеңіз, көбейіңіз, тамырыңыз тереңге жайылсын деген мағынаны білдіреді. Бұл шашбау. Қыз келіншектер шашына тағатын сәндік әшекей бұйым. Ол өрілген бұрымның ұшын бекіту үшін тағылатын алтын күміс тиындар. Бір қызығы шашбау қыздардың бойын тік ұстап, әдемі жүруіне де септігін тигізген. Олай дейтініміз, шаштың ұшына тағылған шашбау өзінің салмағымен қыздың еңсесін көтеріп, бойын тіктеп тұрады. Сонымен қатар, шашбаудың сылдыры ақырын естілу үшін қыздар жүрістерін баяулатып, байыпты жүретін болған. Бұл қазақ қыздарының бойындағы инабаттылықты, биязылықты және байыптылықты білдіреді. Сатылар бұл ерекше әшекей бұйымдардың бірі ұзын, салпыншақты болып келетін алтын немесе күміс тізбек. Ол көбінесе ұлттық нақышта жасалынып, қазақтың зергерлік өнерінде ерекше орын алады.